Соңғы кездерде сіздерден осы групповой несиеге қатысты сұрақтар өте көп келеді. Сондықтан да осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Бүгін бұл видеода мен сіздерге гарант дегеніміз кім? Оның құқықтары мен міндеттері қандай деген сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Егер де қызық болса, онда әрі қарай көреміз. Баршаңызға сәлем, сіздермен заңгер Айгерім Ермекбай. Көбінесе банктер немесе микрокредиттік қаржы ұйымдары несие алушының жағдайы жетпей жатқан кезде оған кепіл немесе кепілгер ұсынуды талап етеді. Сіздің кепілгеріңіз қарызды қайтара алатынына банк және микрокредиттік қаржы сенімді болуы керек. Көбісі бұл жағдайды формальды жағдай деп ойлайды. Банктың және микрокредиттік ұйымның алдында өзінің жауапкершілігін түсіне бермейді. Егер де несие алушы сізді гарант ретінде көрсетсе, бұл жерде ешқандай жаман нәрсе жоқ. Егер де несие алушы өзінің несиесін уақытында, яғни мерзімінде төлеп жатса. Ал егер несие алушы несиесін уақытында төлемесе не болады? Немесе несие төлеуден толықтай бас тартса не болады? Онда бұл несиенің барлығын гарант төлеуге міндетті болады. Біздің елде халық заң жағынан сауатсыз болғандықтан көбінесе осы гаранттың құқықтары мен міндеттерін білмей, жаңағыдай несие алушы несиені төлемей қойған жағдайда банк немесе микрокредиттік қаржы ұйымы гарантқа енді несиені сіз төлейсіз деп айтқан кезде көбісі таңғалып жатады. Неге? Себебі олардың айтуы бойынша гарант по факту ол микрокредиттік ұйымнан немесе банктен ешқандай да несие алған жоқ. Несие алған басқа адам. Сіз жай ғана гарантпын деп ойлайсыз. Сол үшін де сіз гарант болып отырған адамға 100%-дай сенуіңіз қажет болады. Онсыз танымайтын, сенбейтін адамға гарант болудың қажеті жоқ. Несие бойынша кешіктірулер басталып жатқан кезде гарант болудан бас тартуға бола ма? Әрине жоқ, себебі заңда өкінішке орай гарант жаңағы несие алушының толықтай міндеттемесін өтеуге өзіне жауапкершілік алған. Бір ғана жағдай ол жаңағы несие шартында мерзім аяқталған кезде сіз гарант болудан босатыласыз. Басқа жағдайларда өкінішке орай сіз несие алушының толықтай міндеттерін орындайсыз. Кейбір жағдайларда борышкер өз қарызын басқа бір адамға немесе туысқандарына өткізетін жағдай болады. Ол кезде сіз гарант болудан бас тартсаңыз болады. Гарант пен созаемщиктің айырмашылығы неде? Көбінесе созаемщик дегеніміз ол борышқордың жаңағы несиесін, яғни тең жартысын ғана төлейді. Егер борышқор несие шартын төлей алмай, несиесін төлей алмай, несие шартын бұзып жатса, онда созаемщик сол борышқордың несиесін, алған несиесінің жартысын төлейді. Ал гарант дегеніміз ол, яғни борышқор өзінің несиесін төлей алмай қалса, бүкіл сомманы, сол қалған сомманың барлығын гарант төлейді деген сөз. Гарант болудан бұрын нені ескеру қажет? Біріншіден сіз борышқордың қандай соммада несие алып жатқан, және де қандай мақсатта алып жатқан барлығын тексеруіңізге құқыңыз бар. Екіншіден, ол несиені қайтара алатындай жағдай бар ма? Кірістері қайдан түседі және де қандай мөлшерде түсетінін барлығын анықтап алған жөн. Егер де сіздің борышқорыңыз жұмыссыз, сондай-ақ тұрақты табысы жоқ болатын болса, ондай адамдарға гарант болудан бас тарту керек. Сондай-ақ сіз несие алып жатқан банк немесе микрокредиттік қаржы ұйымының шарттары қандай? Жаңағы вознаграждениесі қандай? Олардың комиссиялары қандай? Солардың барлығымен толықтай танысып шығуыңыз керек. Гарант болудың кемшіліктері қандай?
Егер де сіз гарант болсаңыз, өкінішке орай, басқа банктен өзіңізге жедел ақша қажет болған жағдайда несие ала алмайсыз. Екіншіден, сіз басқа адамның жауапкершілігін толықтай өз мойныңызға аласыз. Ондай групповой несие немесе гарант несие дейміз. Бұл жағдай көбінесе микрокредиттік қаржы ұйымы, яғни КМФ-та көп кездеседі. Маған жазатын оқырмандарымның көбісі шынын айтқанда бұл болудың міндеттері қандай екен білмей, несие шартын оқымай, қол қойып, алайда бірақ өзінің несиесін уақытылы төлеп жүрген оқырмандарынан өте көп хат келеді. Бұл жерде түсіндіре кететін жағдай, егер сіз мысал үшін 3 адам болып, жаңа групповой несие, яғни гарант, бір-біріңізге гарантсыздар. Несие аламыз деп шештіңіздер, әрқайсыңыз 2 миллионнан алдыңыздар. Сіз өзіңіздің несиеңізді уақытылы мерзімде төлеп жатсыз. Бірақ сіздің жаныңыздағы сол бір группада жаңа несие алған адамның біреуі несиесін уақытында төлей алмай қалды. Онда жаңағы КМФ немесе басқа да микрокредиттік қаржы ұйымы үшеуіңіздің де несие шартыңыздың барлығын просрочкаға жіберіп, тікелей сотқа жібереді. Бұл жерде ескере кететін жайт, кез келген банк немесе микрокредиттік қаржы ұйымы гарантқа кімді алады? Өзінің атында тұрақты жалақысы бар, атында көлігі бар, және де немесе үйі бар адамды гарант ретінде алады. Яғни группаның ішінде 2-3 адам болатын болса, үшеуінің біреуінде міндетті түрде атында тұрақты жалақысы, үйі, көлігі болуы шарт. Сол кезде жаңағы микрокредиттік қаржы ұйымы сотқа талап арыз беріп, ол жерде сотта талап арыз қанағаттандырылады. Сондықтан да сіз, егер сіздің атыңызда жаңа көлік үй болатын болса, онда мына алған 3 адамның несиесін, 3 алған адамның несиесін барлығын сіз төлейсіз деген сөз. Микрокредиттік қаржы ұйымы әрине сіздің сот арқылы көлігіңізді сатады, және де үйіңізді сатады. Сосын 3 адамның жаңағы несиесін жабады. Сондықтан да менің сіздерге кеңесім осындай жағымсыз жайттарға тап болмас үшін сіз гарант болудан алдын өте қатты, сіз гарант болудан алдын көптеген жағдайларды ескеріп, өте мұқият болуыңыз қажет. Себебі кез келген жағдайда сіз сенген адам борышқор несиесін төлей алмаған жағдайда оның несиесін барлығын сіз төлейсіз. Осымен бүгін достар сіздермен гарант жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де ұнаған болса, онда видеоға лайк басыңыздар. Сондай-ақ міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны достарыңызбен, әріптестеріңізбен, сондай-ақ туысқандарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.